Цезарь салатын жасауда әркімнің өз рецепті бар. Мен алдымен куриный грудканы маринадтап, духовкада пісіріп аламын. Куриный грудканы жібітіп, ыңғайлы пластинкаларға бөліп алдым. Сосын паприка, тоз, пісте май, соевый соус, чеснок қосып, араластырып, холодильникке салып қоямыз. Мен бұл маринадты өте жиі жасаймын, өйткені басқа да тағамдарға пайдаланамын. Дәл осылай маринадтап, түнге холодильникке қойып қоямын, ертесіне кез келген тамақты әзірлей беремін. Сонымен бірге бұл маринад өте тез піседі. Қуыратын болсаңыз 5 минутта қуырып аласыз, духовкада пісіретін болсаңыз 13-15 минутта піседі. Өте жұмсақ әрі дәмді болады. Куриный грудканың дайын болғанын білу үшін ең қалыңын пышақпен кесіп көреміз. Арасында қан немесе қызғылт су болмаса, тауықтың піскені. Сонымен бірге багет нанын кубиктеп турап, духовкада қызартып аламыз. Салатный листья мен айсберг жапырақтарын қолыңызбен ірілеп, үзіп, ыдысқа салып, оның үстіне әдемілеп тауық етін турап саламыз. Сухариді қосамыз. Сосын черри қызанағын саламыз. Менің черриім өте ірі болды, сондықтан 2-ге бөліп салдым. Енді майонез бен қаймақты бірдей көлемде алып, оған чеснокты көбірек қосып, араластырып, салатқа қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, тарелкеге саламыз. Астарыңыз дәмді болсын.